Сәлем достар, бүгін біз бауырдан говырма дайындаймыз. 300 грамм сиыр бауыры, 300-350 грамм картошка, 200 грамм пияз, 130-150 грамм тәтті бұрыш, 60 грамм сұйық май, жарты шай қасық тұз және 4-1 шай қасық бұрыш керек. 2 қазанда дайындаймыз. Ең алдымен 4-5 ас қасық сұйық майымызды құйып қыздырамыз. 5 ас қасық құйдым. Майымыз әбден қызғанда картошканы қағаз майлықтармен құрғатып алып, майға салып қуырамыз. Егер менде қазір 2 адамның мөлшеріне дайындап жатырмын, көп дайындайтын болсаңыз, терең диаметр үлкенірек қазанға дайындағаныңыз жөн. Табанына жабыстырмай, жиі араластырып, міндетті түрде силиконды қалақша немесе ағаш қасық пайдаланамыз. Жабыстырмай, езбей, қызарғанша қуырамыз. Бұған шамамен 6-7 минут кетеді. Картошка қуырылып жатқанда біз бауырды қуыруға кірісеміз. Қызып тұрған қазанымызға майды құямыз. Сұйық майды қыздырамыз. Майымыз қызды, енді оған бауырды саламыз. Бауырды 2 минуттай қуырамыз. Бауыр өзінен барлық сөлді бөлді және ол тартуға жақын. Осылай көпіршіктеліп қуырыла бастағанда біз оған пиязымызды саламыз. Пиязбен бірге пияз жұмсарғанша тағы да 1,5-2 минут қуырамыз. Пиязымыз әбден жұмсарды, 2,5 минут өтіп кетті қазір. Енді оған қуырылып тұрған картошканы саламын, түбінде майды қалдырамын. Және картошканы салып болу бойға мен бұның пешін өшіремін. Және пештің табынан алып қоямын. Енді картошкадан қалған қызып тұрған майға тәтті бұрышты салып қуырып аламын. Аса көп қуырудың қажеті жоқ, 40 секунд қуырсаңыздар жеткілікті. Жиі араластырып, қатты отта қуырамыз. Асып кетсе 1 минут қуыруға болады, одан артық емес. Тәтті бұрыш қуырылып болды. Пештен аламыз. Енді пісіп тұрған тамағымызға тәтті бұрышпен араластырамыз. Астын үстіне шығарып тарелкемізге салып аламыз. Тамағымыз дайын, бетіне ас көгімізді септік. Осындай картошкасымен қосып, жеуге өте ыңғайлы, әрі дәмді тамақ. Оңай, әрі ерекше тамақ. Астарыңыз дәмді болсын.
ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыз, инста парақшамызға тіркеліңіз. Және қоңыраушаны бассаңыз, біздің әрбір жаңа видеоны дер кезінде көре аласыз.